Армысыздар арнамыздың аяулы дардақты қымбатты де қадірлі телекөрермендері. Өздеріңізбен бірге Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Әр күндеріңіз шуақты болсын десеңіз, Көкше нұры, Көкше арнасы қосулы болсын. Біз хабарымызды бастаймыз. Доброе утро, уважаемые телезрители. В эфире утренняя программа «Көкше нұры». На часах ровно 7:30. Значит, сегодня снова с вами мы. Я Юрий Бергенко и моя соведущая Жансая Каймхан. Қымбатты телекөрермендер, сәрсенбінің сәтті күнінде өздеріңізбен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Олай болса, қымбатты көрермендерді ұйқысынан оятып алу үшін сәл әсем ән тыңдайық, одан кейін өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Олай болса, арнада шағын музыкалық үзіліс. Дорогие друзья, за время, которое идет наша программа, за все эти годы мы неоднократно убеждались, что ничего не поднимает настроение так лучше, как физическая активность и здоровая нагрузка.
Яғни дұрыс айтады, қымбатты телекөрермендер, таңғы жаттығу адам ағзасына, оның көңіл-күйінің көтеріңкі болуына өзіндік септігін тигізеді. Олай болса, ұйқыларыңыздан ояну үшін орындарыңыздан тұрыңыздар, біздің арнамен бірге таңғы жаттығу жасаңыздар. Олай болса, сіздердің назарларыңызда 3-4 айдары бірге тамашалайық. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Тонус фитнес клубы және мен Күршат. Бүгін біз таңғы жаттығуды менімен бірге бастаймыз. Оң қолымызды белге қоямыз да, сол қолымызды жұдырықпен ұстаймыз. Және сол қолымызбен оң иығымызға дейін әкелеміз де, жұдырықпен сермейміз. Кеттік, бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Дәл солай, енді келесі қолымызды ауыстырамыз. Басаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді келесі жаттығуымызды дәл солай басаймыз. Тек қолымызды жоғары қарай сермейміз. Жұдырығымызды жұмамыз, және қолымызды сермеген кезде жоғары қарай көтереміз. Басаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Енді келесі жаттығуымызды жәнегі алдында жасаған жаттығуларымыздың барлығын бірге қайталаймыз. Басаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қолымызды алмастырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Шаршамаймыз, қайталап отырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Енді келесі жаттығу аяққа жасалынады. Қолымыз белде, аяғымызға жаттығу жасаймыз. Оң аяқтан бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді келесі қырынан тұрамыз. Оң аяғымызды артқа жылжытамыз. Артқа аяғымызды жылжытқан кезде табанымыз жерге тию керек. Яғни былай. Қолымыз белде тұрады. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Асықпай жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді қолымызмен бірге жұмыс жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді келесі жағымызға ауысамыз. Қолымыз белде болады. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қолымызды жоғары көтереміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Менен бірге жаттығу жасағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар. Қымбатты телекөрермендер, өздеріңізбен бірге Көкше нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Дәл қазір назарларыңызға тарихтағы осы күн айдарын ұсынамыз. Дәл осы күні тарихта қандай атаулы оқиғалар орын алды екен білгіңіз келсе, экранға зер салыңыз. Да, дорогие друзья, давайте буквально на пару минут прервемся, еще разок посмотрим очередную рубрику, которую подготовили наши коллеги, и перейдем к самой приятной части. Мы перед этим послушаем музыку и перейдем к самой приятной части, побеседуем с нашими сегодняшними гостями. Я вам обещаю, сегодня это будет очень интересный диалог. Алтыншы ақпан қауіпсіз интернет күні Европа комиссиясының Safe Border жобасының аясында 2004 жылы негізі қаланған. Жыл сайын атап өтіледі.
Атаулы күнді енгізудегі мақсат интернет саласындағы сауаттылықты арттыру және интернетті балалар мен жастар үшін қауіпсіз ету болды. 16 жыл бұрын Лондонда Қазақстан кинематографиясына арналған фестиваль ашылды. Дәл осы күні халықаралық самдар күні. 1917 жылы Норвегияның Тронхейм қаласында осы күні самдардың жиналысы өтті. Оның мақсаты барлық солтүстік елдердегі осы халық өкілдерінің басын біріктіру болды. 1840 жылы Вайтанга өзенінде Маори басшысы ел егемендігінің барлық құқықтары мен өкілеттілігін Ағылшын королевасына беру туралы келісімге қол қойды. Халықаралық бармен күні дәл осы күні аталып өтіледі. Көптеген мемлекеттерде бармен мен рестораторлардың кәсіби мейрамы қасиетті Аманда күні атап өтіледі екен. Боб Марли күні 6 ақпан күні Ямайкада музыкант Боб Марлидің туған күні құрметіне атап өтіледі. Я напоминаю, дорогие друзья, в эфире утренняя программа «Кокшенуры». С вами по-прежнему мы, я, Юрий Берденко, моя соведущая Жансая Каимхан. Давайте еще несколько минут уделим небольшой музыкальной паузе и перейдем к беседе с нашими гостями. Внимание на экран. Уважаемые телезрители, я напоминаю, в эфире по-прежнему утренняя программа «Кокшенуры». Наш телефон 25 25 05. И мы переходим, как я и обещал, к знакомству с нашими сегодняшними гостями. ЖЦ.
Қымбатты достар, бүгінгі біздің бағдарлама 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар деп аталып отыр. Яғни жақын арада зерттеу жобалар байқауының республикалық байқауының жеңімпаздары атанып келген Сәкен Жүніс атындағы нөмірі 18-ші орта мектеп лицейінің дарынды талантты оқушылары және ұлағатты ұстаздары бүгінгі біздің студиямыздың қонақтары. Таныстырып кетейік. Теңдік Қалқабай қызы бастауыш сынып пәнінің мұғалімі және Жаннұрдың сынып жетекшісі. Жаннұр Саятбек қызы осы байқауған аталмыш байқаудың бірінші орын иегері, 18-ші орта мектептің оқушысы. Қош келдіңіздер. Доброе утро. Как настроение у вас? Отличное. Давайте с вами сегодня поговорим о победе в проекте, о том, что это был за проект и что вы там представляли. Жаннур, расскажи нам. Моя тема называется «Современные игрушки, как будут полезные и безопасные». И... Какие еще они? В чем актуальность проекта? Ну, я хотела бы помочь детям выбрать полезные и безопасные игрушки. И... А что это за игрушки? Какие полезные и безопасные? Что они себе представляют? Ну хорошо, давай так. Чем помогает проект? Ну, проект помогает для того, чтобы дети не выбирали китайские игрушки, а выбирали более качественные. Да, А более как это происходит? Ну, что в проекте описывается? Что написано в проекте? Неге осы тақырыпты таңдадың? Себебі базарларда, әлде дүкендерде көп ойыншықтар бар. Бірақ сапасы жоқ. Иә. Сен балаларға көмектескің келді, иә? Неден бастадың? Қалай басталады ғылыми жобаң? Ішінде не жазылған? Қандай тақырыптар қамтылған жалпы? Менің ғылыми жобам мақсатынан басталады. Достарымды, сыныптастарымды, қоршаған ортадағы замандастарымды ойыншық таңдауға, абай болуға шақыру мақсатында теориялық және практикалық ізденіс жұмысын жүргізу. Сосын мақсаттан кейін міндеттері болады. Сауалнамалық талдау жүргізу, дәрігерлік, психологиялық кеңестерге сүйену, зертханалық зерттеу жұмыстарына қатысу, сапасыз ойыншықтардың құрамындағы улы заттардың ағзаға тигізетін зиянды жақтарын көрсету. Буклеттер тарату, әңгіме сұхбат жүргізу арқылы достарыма, замандастарыма біздің даму ерекшелеріміздегі сапалы ойыншықтардың маңызы туралы мағлұмат беру. Міндеттің кейін өзектілігі болады. Мен өз құрбыларымды, ата-аналарды ойыншық таңдауға, абай болуға шақыра отырып, қазақ елінің болашағын, балалардың денсаулықтарын қорғауда аз да болса да өз үлесімді қосқым келеді. Өзектілігі кейін әдісі болады. Іздеу, сауалнама жүргізу, талдау, зерттеу. Әдістен кейін гипотезасы болады. Бүгінде шетелдік мультфильмдер мен фильмдердің кейіпкерлерін бейнелейтін қуыршақтардың саны өте көп. Олардың барлығы енді ғана қалыптасып келе жатқан баланың санасын улайды. Мұндай ойыншықтардың орнына өзіміздің аңыз әңгімелерімізбен ертегілерімізді, ержүрек батырларымызды, ақылды аруларымызды бейнелейтін отанды ойыншықтарды ұсынсақ, мемлекетіміздің рухани жаңғыру саясаты бала санасында жастайынан қалыптасуға сөзсіз еді. Гипотезасынан кейін ғылыми жаңалығы болады. Заманауи ойыншықтар зиянсызын және пайдалысын таңдауға ұлт болашағын қалыптасуға сөзсіз еді. Жаннұр, сауалнама деп отырсың, яғни анкета жүргіздің. Кімдермен жүргіздің? Қалай жүргіздің? Өз сауалнама жүргіздік сыныптастарымен. Достарымен, А может, вы нам еще расскажете, какое вы участие принимали в проекте? Сіз айтып кетсеңіз дейді, кімдер қатысты тағы бұл байқауға, жалпы бұның бағыты қандай? Білім бі, әлде басқа қандай салалар болды? Біз енді зерттеу жұмысын 2-ші сыныптан бастап алдық. Бірінші мен енді сынып жетекшілік болғандықтан оқушыма, жалпы сыныптағы барлық оқушыларға осылай үндеу тастадым, тақырыптар ұсындым,
соның ішінде қазіргі мынау заманауи неге байланысты тақырыптардың ішінде осы Жаннұр мамасымен ақылдасып, ата-анасымен ақылдасып, осы ойыншықты туралы алайық дедік. Себебі қазіргі мынау баланың ағзасына зияны тиіп жатқан көптеген ойыншықтар бар. Оны көп ата-ана ескере бермейді. Тек қана бағасына қараймыз. Содан бірінші қызымменен бірігіп сауалнама жүргіздік. Қай бала қандай бағыттағы ойыншықпен ойнайды, кім қандай ойыншықтармен ойнайды деп. Содан сауалнаманың нәтижесін біз зертханалық неде шығардық, кім қандай ойыншықтар ойнайды, кім ұлттық тұрғыдағы ойыншықтармен ойнайды, отандық, кім шетелдің жаңағы ойыншықтармен ойнайды деген сауалнама жүргізгенде көп оқушылардың көпшілігі шетелдің кішкене қорқынышты жағдай туғызатын, баланың жаңағы даму деңгейін кішкене тежейтін сондай ойыншықтарды енді бағасына сәйкес өздері көп таңдап алады ғой. Сондықтан соған үңілді көп оқушылар. Сосын қызбен бірге енді оқушыменен Саят Бекқызы Жаннұрменен бірге зертханаға бардық. Зертханада ойыншықтардың құрамындағы улы заттарды анықтап берді. Сосын қандай ағзаға тигізетін зиянды заттарды анықтап берді. Сонымен бірге Жаннұрымыз бірге жұмыс жасады. Одан кейін екінші Шоқан университеті атындағы аға оқытушысына барып зертханалық жұмыстарға қатысты. Ондағы ойыншықтардың жаңағы залалсызын, пайдалысын зерттеп білді. Соны көптеген жұмыстар жасады. Жаз кезінде демалған жоқ қызымыз, көптеген жұмыстар жасап. Сіз қандай көмек көрсете алдыңыз Жаннұрға? Мен енді Жаннұрға өзі жазып шықты ма Жаннұр? Жаннұр енді бірге жас ерекшелігін ескеріп жаздық. Бірінші, екінші жаңағы өзінің замандастарына үлгі ететіндей, келешекте қандай ойыншықты таңдап алуына көмектестік. Бұл жерде Жаннұрдың ата-анасына зор алғысымды білдіргім келеді. Істе деген жұмыстың барлығын істеп тұрды, жасап тұрды, көмегін аямай беріп тұрды. Енді осы конкурс туралы айтып өтсеңіздер, зерттеу жобалар байқауы, иә? Осы байқау қай қалада өтті, кімдер қатысты, бағыты қандай? Бірінші мектепішілік сайыс болды. Мектепішілік сайыста көптеген оқушылар қатысты, Жаннұр ғана емес, мектебімізде дарынды оқушылар өте көп. Енді қалалықтан біздің Жаннұрымыз бірінші орын алды. Одан қалалықтан кейін облыстық сайыс болды. Облыстықтан да бірінші орын жеңіп алды. Одан ары қарай енді қызымыздың кішкене бағдары ашылып, жаңағы ойыншықтың пайдасын, зиянын жаңағы интернет арқылы, ұстазы арқылы, ата-анасы арқылы жаңағы өзі зерттеу, кітаптар оқу, тек қана интернет қана емес, жазып берген жұмыстар ғана емес, өзі жеке жұмыстар жасайтын болды. Зерттеп бізге қосымша материалдарды әкеп, осыны осылай айтсам деген сияқты ой пікірін білдіріп тұрды. Сол ой пікіріменен республикалық сайысқа жібердік. Республикалық сайыста бірінші дәрежелі дипломды алып келді. Енді өзінің мақсаты халықаралық деңгейге шығу мақсаты бар. Құттықтаймыз, біз де тілектеспіз. Поздравляем вас. Спасибо за такой ответ. Давайте сейчас буквально на пару минут прервемся, посмотрим нашу кулинарную рубрику, самую вкусную рубрику нашего эфира и продолжим наш диалог. Внимание на экран, дорогие друзья. Чтобы оставаться целый день бодрым, энергичным и работоспособным, необходимо в первую очередь правильно питаться. Кажется, все просто. Хороший завтрак, сбалансированный обед и легкий ужин. Но чувство голода нередко возникает между основными приемами пищи.
Появляется привычка перекусов, в этом нет ничего плохого, главное знать, когда и чем подкрепиться, чтобы сохранить здоровье и прекрасную фигуру. Следует усвоить некоторые правила перекусов и подобрать оптимальные продукты для них. Правило номер 1. Оптимальный интервал. Считается, что перекусывать лучше с интервалом в 2 часа между основными приемами пищи, так вы сможете подавить чувство голода и заправиться энергией. Правило номер 2. К вечеру наш мозг требует чего-то сладенького, потому что целый день трудился и устал. Поэтому несколько кусочков черного шоколада вполне допустимы. Вечером перекус должен быть не калорийным, но желательно сладким. Чем же можно подкрепиться в перерывах между работой, на какие продукты стоит обратить внимание? Овощи и фрукты отлично подходят для перекусов, при этом в офис стоит брать твердые виды. Они не портятся, а также дольше сохраняют вкусовые качества. К ним можно смело добавить листья салата и зелень. Фрукты, овощи и ягоды выбирайте по сезону. В случае, если яблоки вызывают аппетит, замените их на банан. Но только на один, не злоупотребляйте. Для перекусов подходят продукты с повышенным содержанием клетчатки. Например, можно заранее дома запечь яблоки и взять с собой. А если в офисе есть кухня, можно запечь прямо там, в микроволновке. Если вы можете сделать салат, просто замечательно. Только вместо майонеза используйте что-нибудь полегче, например, лимонный сок. Также отлично подойдет для перекусов кабачковая или баклажанная икра. Отварная кукуруза еще один вариант перекуса. Она считается очень сытной и полезной. По мнению специалистов, во время термической обработки ее зерна не разрушаются и сохраняют свои полезные свойства. Хорошо брать для перекусов обезжиренный творог, несладкий натуральный йогурт, нежирный сыр. Стакан кефира может заменить высококалорийную пищу. Также можно купить в ближайшем магазине порционный творожок или сырную массу с изюмом и курагой. Полезно и питательно. К йогуртам, кстати, можно смело добавлять фрукты. Самый распространенный вариант перекуса на работе – бутерброд. Сэндвич с салатными листьями и ветчиной – отличный способ утолить голод. Для приготовления подобных бутербродов используйте сыр, мясо, овощи, но не добавляйте продукты с острым запахом, например, рыбу. Также воздержитесь от жирных соусов. Қымбатты телекөрермендер, назарларыңызда Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Бүгінгі біздің бағдарлама 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар деп аталып отыр. 18-ші мектептің оқушылары және мұғалімдері студиямыздың қонақтары зерде зерттеу жобалар байқауының жеңімпазы атанып келіп отыр. Сұхбатымызды жалғастырайық. Да, вот расскажите, пожалуйста, как вот вы считаете, жанр мы сейчас еще поговорим, вы как более взрослый, более опытный человек, расскажите, пожалуйста, вот какие возможности, на ваш взгляд, перед детьми открывают такие конкурсы? Сіздің пікіріңізше бұндай байқауларды өткізу қаншалықты маңызды? Өзіңіздің жалпы ұстаз ретінде емес, адами тұрғыдағы жеке пікіріңіз? Енді менің жеке пікірім болғанда, мынау қазіргі кішкентай жасы бүлдіршін балаларды денін сау қылып тәрбиелесек, келешекте дарынды, денсаулығы зор бала қалыптасады деп ойлаймын. Себебі қазір бала ойыншықтан бастайды, әр бала. Жаңағы дамып келе жатқан балада ойыншықтан бастайды. Сондықтан біздің алған тақырыбымыз да осы ойыншық туралы болды. Жақсы, тақырыпты кім таңдады? Тақырыпты енді жанрымыз өзі таңдады. Себебі біздің қаламызда қытайлы ойыншықтар шығатын болды. Сонда зияны бар деп ойлайсың ғой? Иә. Сен жалпы өзің қандай ойыншықтармен ойнайсың көбінесе? Ресейлік және де қазақстандық. Мысалы? Қуыршақ па? Қазақстан ойыншықтардан бал-баланың және ақылды қоян бар. Ресейлік қуыршақ бар, сосын... Сен өзің айтып отырсың, ресейлік, қазақстандық ойыншықтар, қытайлық ойыншықтар деп. Сен оларды қалай айыра аласың? Қайдан білесің, қай жақтың ойыншықтар екен? Қытай ойыншықтарда иісі бар жаман, және де қытайлық ойыншықтарда краска бар, ал краскада химикат қосылған. Сонда кішкентай сәбилер, ол қытайлық ойыншықтарды аузына салады. Сонда ол краска химикатпен бірге асқазанға кетеді де, асқазан балада ауырады.
А вот как ты считаешь, вот твое личное мнение, ты сама сталкивалась с китайскими игрушками, которые были плохого качества? Именно это тебя подтолкнуло вот, создать такой проект? Да. То есть приходилось тебе видеть игрушки, которые... А что с ними не так? Они ломаются или что с ними? Ну, они быстро ломаются, и они... запах такой. Экологически небезопасно, да, для детей? Спасибо, Жанна. Біз ойлаймыз енді анау Қытайдың ойыншықтарының барлығы нашар, сапасыз деп ойламаймыз. Оның жаңағы сапасы фирмадан шыққан, арнайы сертификаты бар, сыртында қай жерде қандай заттан жасалынған, зияны бар ма жоқ па деген сыртқы белгілеріне де қарап таңдайтын боламыз. Балаларға да солай үгіт насихат жүргізді. Болашақта ойыншықтан бөлек қандай тақырыпта жоба жазу ойларыңызда бар? Жаннұр, не туралы жазғың келеді? Да, вот, Жаннур, кстати, дальше ты будешь работать над этим же проектом? Дальше его развивать? Дальше буду. Қандай тақырыпта? Ойыншықтар? Ойыншықтар, иә. Енді сол зерттеп келгеннен кейін өзі жалғастырып халықаралық деңгейге дейін орта сынып, орта буында солай зерттегісі келеді. Сапасы қалай болды, қай жылы қандай, сапалы ма, сапасыз ба деген жағына, сосын жаңағы оқушының даму деңгейіне, баланың даму деңгейіне, кішкентай баланың соған қандай үлес қосады екен, соны ары қарай тереңдетіп зерттеу алған мақсат қойып отыр. Рахмет. Көрермендерімізге, мектеп оқушыларына, әріптестеріңізге айтар тілектеріңіз болса, біздің бағдарламаны пайдаланып. Да, вот ваши пожелания, поздравления в завершении нашего диалога. Может, своих хочешь друзей поздравить, которые выиграли тоже в конкурсе? Да, я тоже хочу поздравить моих друзей тоже с первым местом. И я хочу сказать спасибо руководителю, директору, завучу, потому что они меня сильно поддерживали. И маме, папе. Да. Это родителям, родным, близким. Да. Көрермендерге айтар тілектеріңіз болса? Енді біз құрметті көрермендер, жас ерекшелігіне қарай, баланы кішкентай деп санамай, осындай тақырыптар беріп, зерттеу жұмысын қадағалау арқылы, осылай өзі ғана зерттеп қоймай, басқаны да үйрететіндей жұмыстар жасауға шақырамын. Табыстар тілеймін. Рахмет сіздерге арнайы таңғы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін, бізбен сұхбат өткізгендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жаннұр, саған біз тек қана сәттіліктер тілейміз. Алға қарай ұмтыла бер. Сіздердің құрметтеріңізге орындалар келесі әнді тарту етеміз. Қымбатты көрермендер, шағын музыкалық үзіліс. Одан кейін бағдарламаны жалғастыратын. Да, давайте в качестве поздравлений, чтобы поддержать наших гостей, послушаем музыкальную композицию и будем знакомиться уже со следующими гостями нашей студии. Внимание на эфир, уважаемые телезрители. Bir жыл, bir күн сана жүркім қарасан аспаған барлығы қас-қағымда шексіз болған сенсің маған сүйгенім дүниеде сен ғана Sen жайлы қайта-қайта жауап іздебемін сұрақтарға Сағынып кетем кейде жанымда отырсам да Бәлкім саған бұл сезімдер алысты Қаншама рет тағдырымен жарыстым Адаспаймын саған жетер жолымдан Өйткені мен ғашықпын Саған бұл сезімдер алыстым Қаншама рет тағдырымен жарыстым Адаспаймын саған жетер жолымдан Өйткені мен ғашықпын
жете алмайды ешкім. Еске алсам тағдырыма қайран қалам, өзіңді сыйлағанына маған. Сен жайлы қайта-қайта жауап іздей беремін сұрақтарға. Сағынып кетем кейде жанымда отырсам да. Бәлкім саған бұл сезімдер алыстым, қаншама рет тағдырымен жарыстым. Адаспаймын саған жетер жолымда, өйткені мен ғашықпын. Бәлкім саған бұл сезімдер алыстым, қаншама рет тағдырымен жарыстым. Адаспаймын саған жетер жолымда, өйткені мен ғашықпын. Өйткені мен ғашықпын. Қымбатты телекөрермендер, өздеріңізбен бірге Көкше Нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Байланыс нөміріміз 25-25-05. Хабарласыңыздар, біз сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтетін боламыз. Да, ну мы пока познакомимся со следующими гостями нашей студии. Итак, в гостях у нас Анастасия Краснопольская, ученица 4 класса и двухкратная победительница республиканского конкурса научных проектов «Зирде», и руководитель ее проекта Елена Николаевна Тесля. Доброе утро, как у вас настроение? Здравствуйте, у меня все отлично, все под контролем, настроение у меня отлично. Вот когда все под контролем, это вообще идеально. Елена Николаевна, у вас тоже все под контролем? Вы так научили? Наверное. Все должно быть под контролем? Ну, давайте поговорим, начнем с того, как конкурс, Настя, понравился тебе вообще? Ты уже не первый раз участие принимаешь, не первый раз выигрываешь. Да, очень понравился, все было там просто великолепно, очень хороший был руководитель, с друзьями я новыми познакомилась. Ну, понравилось, ты в Боровом проходил. Да. Как организация вообще, Елена Николаевна? Вам бы что же ездили? Нет, у нас, Вы к не сожалению, ездили? нет. Только дети ездили? Только дети, да. Вообще, как организация? Организация хорошая, все было учтено, поэтому и организовано. Там досуг мы с Настей беседовали, она рассказала в классе ребятам сразу по приезду, как было интересно, что новые друзья появились. Там тоже скучно не было. Тоже скучно Настя, не было. наверное, отличница. Отличница. Ну, вот я догадался по бантикам и по тому, что она вообще занимается научной работой. Настя, расскажи нам, что за тема проекта? Тема моего проекта – школьные переменки, как сделать их интересными. Обычно они скучноватые, да, но будем Да, откровенны. и травмоопасные. И травмоопасные еще. А как их сделать интересными, расскажи нам. Тема выбрана нами не зря, так как проблема в проведении интересных переменок не может сама собой разрешиться. Ведь игры на переменах являются обязательным элементом режима для школы. Ну, я считаю, чтобы сделать их интересными и не травмоопасными, нужно больше уделять внимание детям, чтобы они не баловались, там, не бегали по Интеллектуальными играми занять какими-то? коридорам. Да. Елена Николаевна, Не только. Признавайтесь, ваша идея? Вот. Нет, идея была, в общем-то, наверное, больше Насти, вот, и с мамой они советовались. Ну, конечно, наверное, сама обстановка в школе, потому что у нас школа одна из многочисленных в городе, детей очень много в нашей школе, поэтому переменки организовать очень сложно. Первая, конечно, задача – это чтобы не было травм. Ну и второе, весь учебный процесс строится, наверное, на том, как дети отдохнут и с каким настроением. Да, на том, как ребенок ждет перемены, в принципе. Да, и с каким настроением он потом придет на урок. Если он хорошо отдохнул, значит, ему будет на уроке интересно, он будет получать, познавать новое что-то.
Ну а если ему на переменке было скучно, он без настроения, значит и учебный процесс пойдет уже... Для каких классов проект рассчитан? На какие классы? Ну, проект вообще рассчитан на начальную школу с переходом, конечно, и дальше в среднее звено. И, ну, пока мы разрабатывали именно, что касается начальной школы, ну и начала среднего звена. То есть они уже, в принципе, скоро перейдут в среднее звено. Осталось немножечко здесь, поэтому рассчитано вот на возраст данный. Вот давайте конкретно, что нужно сделать, чтобы перемены были интересными? Заодно и с коллегами по цеху поделитесь, скажем так. Ну, наверное, Настя об этом, может, лучше скажет. Настя, может, ты нам расскажешь? Как перемены сделать интересными? Что конкретно нужно? Надо спросить у детей, какие им игры больше нравятся. Потом формировать навыки здорового образа жизни. Это задача. Изучить виды деятельности, учащихся во время перемен. И разработать практические рекомендации, книжки, малышки и памятки. Угу. Получается сейчас у вас как-то это ведется работа? Что-то взяли на вооружение? Получается. В нашей школе есть график проведения перемен. То есть один день мы на переменках разучиваем казахский язык, песни поем, стихи разучиваем. В следующий день у нас по вторникам мы проводим подвижные игры по интересам, опять же, детей, какие они предлагают. По средам мы изучаем английский язык на переменках. В четверг мы читаем, это у нас читательское. Ну и по пятницам поем песни, играем, танцуем. То есть, ну, здесь, конечно, учитываются индивидуальные особенности какие-то детей, их интересы. Если ребенок не хочет читать или не хочет танцевать, значит, он занимается тем, что его интересует. У нас в кабинете есть игровой, так, отведенный уголок, где детки могут почитать, там есть книжечки, есть настольные игры, могут поиграть, где-то уединиться. Делятся ребята своими какими-то творческими навыками. Есть у нас в классе гитаристы, которые на гитаре играют. Вокруг... в таком возрасте играют на гитаре? Да. Есть у нас ребята, которые посещают танцы. У нас есть победители конкурса в Санкт-Петербург. И вот в Сочи ребята, девочки с нашего класса побывали, поэтому им есть чем поделиться, показать навыки. Мальчики ходят на брейк-данс, тоже показывают. Друг у друга учатся, обмениваются каким-то опытом, своими интересами, поэтому перемены проходят интересно и, к счастью, травм в нашем классе нет. Ну, это самое главное. Слава богу, что их нет, потому что это всегда очень актуально для школьных перемен. Падения, разбитые коленки, какие-то борьба какая-то между собой и так далее. Особенно среди мальчиков, наверное, да, это вот сильнее как-то всего. У нас они задействованы. Я смотрю, большая часть у вас все-таки либо это интеллектуальные игры, либо творчество. А вот физических игр нет никаких? И есть и физические игры, конечно же. Играем в спортивные игры и выходим на переменки, также где-то и соревнуемся, ну и не без того, бывает, ребята могут и немножко побегать, без этого никак нельзя, ну, но да, то они и дети. дети. Есть. Настя, ну тебе нравится заниматься наукой? Да, очень. А кто вообще тебя вот подтолкнул, скажем так, к научному труду? Подтолкнула моя учительница и, конечно, моя мама. Угу, они тебе предложили этим заниматься? Да. Как, Елена Николаевна? Ну, в проектной работе у меня уже был опыт, у меня есть выпускники уже школы и ребята, которые раньше до этого занимались научными проектами, работами, были и победители тоже областных конкурсов, поэтому эта идея была с 1 класса, тем более у нас гимназический класс, у нас дополнительным компонентом именно идет проектная деятельность. С 1 класса у нас каждый ребенок пишет свой проект. Ну, у кого-то... Вы сама любите очень, да, я так понимаю, науку и вот именно педагогическую работу. Ну, что-то новое открывать, мне кажется, это всегда интересно. И, наверное, ребятам это в жизни потом поможет. И в старших классах, и когда они пойдут в взрослую жизнь. Во-первых, это умение проявить себя и доказать. То есть вот на примере Насти можно сказать, что она уже в жизни обязательно своего добьется, потому что она, по сути, боец, умеет побеждать, ставить цели, их достигать, а это самое главное в жизни. Интересно. Неплохой набор качеств для девочки, чтобы вот именно чего-то добиться и стать номером один. Ну, Настя, она у нас еще и спортсменка, она занимается художественной гимнастикой, и многократный победитель, и чемпион и области, и республики. То есть это для нее... Настя, да ты все успеваешь, и в науке, и в спорте, и в искусстве. Потому что, я так понимаю, художественная гимнастика – это спорт и искусство. Да, поэтому ей легко, наверное, было и выступать на проектах, потому что она к тому возрасту, когда поехала на первый конкурс, уже имела опыт себя представить, уже была не раз победителем, и для нее это было, наверное, очень легко и просто.
Да, ну это все очень здорово. Мы сейчас с вами продолжим наш диалог. Давайте буквально на пару минут прервемся, посмотрим нашу небольшую рубрику. Наши коллеги постарались, подготовили, чтобы и нам было интересно, и нашим телезрителям, и продолжим разговаривать. Внимание на экран. Олай болса, қымбатты достар, жәдігерлер жаңғырығы айдарына кезек берегі арнамыздан ауыспаңыздар. Бүгінгі шығарылымында еліміздегі теміржол көлігінің қалыптасуы мен дамуының тарихына тоқталатын боламыз. Ақмола облысы теміржолшыларының тырнақтап жинаған жәдігерлерімен толығырақ танысқыларыңыз келсе, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өмір жол атты даңқ және жауынгерлік мұражайы 1993 жылы құрылған. Оған темір жол ардагерлерінің бастамасы арқау болған. 2011 года этим музеем заведует, так сказать. 2011 жылдан бері Мәжит Ғалымжанов деген ардагеріміз мұражайға бас көз болып келеді. Мұражай қоры күн сайын толығады деп айтуға болады. Себебі жәдігерлеріміз көбейген сонша тағы қосымша көрме залын ашуды ұйғарып отырмыз. 2014 жылы біз 249 үміткерлер қатысқан облыстық байқауда бас жүлдеге ие болдық. Қазіргі таңда республикалық байқауға қатысуға дайындалып жатырмыз. Мұражай меңгерушісінің тірнектеп жинаған материалдарына куә болғыларыңыз келсе, мұражайымызға төрлетіңіздер. Жалпы мұражай 2 көрме залынан тұрады. Біріншісі даңқ галереясына арналған. Екінші зал ақмолалық теміржол саласының қалыптасуы мен дамуына бағытталған. Ал жуырда жаңадан 3-ші көрме залы ашылмақ. Естелік бөлмесі деп аталатын көрмеге ардагерлердің суреттері қойылады. Очень большую работу проводит с молодежью. Қазір біз жастармен өте көп жұмыс жасаймыз. Өңірдің барлық дерлік мектеп оқушылары келіп, темір жол тарихымен танысып, болашақ мамандықтарын таңдап жатады. Тағы бір қуаныштысы, мұнда келген жастар өз ата әжелерінің суреттерін көріп танып жатады. Осындай сәтте еңбегіміздің бекер кетпегенін түсініп марқайып қаламыз. Мұражай залы темір жол ардагерлерінің еңбегін, жеткен жетістіктерін баяндайтын түрлі альбомдармен, 40-шы жылдардағы мерзімді басылымдармен толыққан. Ал мұражай қабырғасының бір бөлігіне темір жол станциясының алғаш басшыларының суреттері ілінген. Оларды көріп танысқан ізбасар жас буын осындай кісілерден үлгі алып қалыптасқан дәстүрді жалғаса екен деген тілегін де жасыра алмады мұражай меңгерушісі. Мен коммутатордың жанында тұрмын. 30-шы жылдары темір жолшыларға қоңырау шалған кез келген адамның арасында бұл жалғыз ғана байланыс құралы болған. Мәселен, мына бейнедегі қыз секілді коммутаторшылар керек абонентпен белгілі бір тетікке қосу арқылы байланысты орнатып отырған. Ұлы Отан соғысы уақыттарында темір жол саласының атқарған рөлі орасан. Осы кезеңге арналған стенд мұражай қабырғасынан орын тапқан. Возьмем вот со станции Курорт Борового и буквально на всех участках вот показано до Берлина. Егер Бурабай курорттық станциясынан бастар болсақ, Берлинге дейінгі көрсетілген мына аймақтарда біздің 1,5 мыңға тарта темір жолшы қатысқан. Жауды жеңу мақсатында Бурабай курорттық станциясынан арнайы вагондар әзірленді. Олар әскер жауынгерлерін, қару-жарақтарды, азық-түліктерді тасымалдауда, майдан даласынан жаралы әскерлерді ел тұрғындарын тасымалдауда қолданылды. Соғыс жылдары ерлік көрсеткен 2 темір жолшымыз, яғни Петр Морозов пен Петр Меншиковтың суретленген мына жерде. Олардың құрметіне Бурабай станциясында көше атаулары берілген. Қымбатты көрермендер, назарларыңызда Көкше нұры таңғы танымдық көңілі шар бағдарламамыз 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар деп аталып отыр. Біз сұхбатымызды әрмен қалай жалғастырайық. Да, ну что ж, мы продолжаем наш разговор. Вот, Лена Николаевна, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот раньше школьная наука так сильно не развивалась. Почему это сегодня стало таким актуальным направлением? Ну, сегодня актуально, потому что все вокруг изменилось. Для того, чтобы дети стали более успешными, чтобы им помочь в дальнейшем в жизни, конечно, нужно учить детей ставить перед собой цели и к ним идти. А для этого нужно уметь искать, находить, доказывать, сравнивать, анализировать и применять это в повседневной жизни. Поэтому сейчас не даются в школах готовые знания, как мы привыкли в советской, так сказать, школе. Сейчас ребенок должен сам добывать эти знания. А поэтому он должен быть исследователем. Поэтому это так актуально сейчас. Интересно. Настя, ну тебе нравится, что у тебя такая возможность есть сегодня заниматься наукой? Да. Без нее скучно было бы в школе учиться? Мне кажется, да, потому что мы узнаем новое, мы познаем и как бы развиваем свой. А дальше ты планируешь над этой же темой работать? Дальше я планирую взять другую тему. Другую? Тоже связанную с методикой, вот именно Да. со школьной жизнью? Ну, что-то будет в ней тоже школьного. Интересно. А почему именно школу? Ты в будущем кем хочешь стать? В будущем я хочу стать либо учителем, мне очень нравится Вот, я уже эта понял, да, профессия, судя по тематике. либо
была тренером по художественной гимнастике. То есть тебе нравится все, чем ты занимаешься? Да. А как ты на художественную гимнастику попала? Мама привела? Да, я сначала, если честно, не хотела туда вообще идти. Думала, зачем мне это надо вообще? Но меня все-таки привели, мне там понравилось. Художественная гимнастика – это, конечно, очень красивый вид спорта. Да, безусловно. Я уже занимаюсь 5 лет. И за 5 лет ты уже успела стать и чемпионкой Казахстана, неоднократной чемпионкой области. А в международных соревнованиях участвуешь? Да. А как родители вот относятся к научной работе, к тому, что вот спортом много ты занимаешься? Поддерживают? Да, мои родители, бабушка, дедушка, мама, папа, сестренка моя маленькая меня очень сильно поддерживают и болеют за меня каждую минуту. А сколько дней ты вот в Щучинский палат этот конкурс проходил? 3 дня. 3 дня. За 3 дня что интересного было? Вот самое интересное что? Самое интересное мне показалось это экскурсия по Боровому. Нравится Боровая? Очень. Что видела, расскажи нам. Видела огород, GPS. И все? Горох житпес только? Ну, ходили, гуляли по Боровому, там показывали различные места, говорили про озера, сколько их. Ну, больше всего тебе гора понравилась? Да. Ну, здорово. Ну что ж, Елена Николаевна, Настя, спасибо вам, что сегодня пришли к нам в студию. Тем утром не пожалели своего времени, рассказали нам много интересного о конкурсе «Зерде», о своем проекте. Действительно, это все очень здорово. Мы вам желаем успехов, чтобы вы в дальнейшем развивались, работали в этом направлении. У вас все получалось и в спорте, и в науке, и во всем, в чем сами себе только можете пожелать. Спасибо. Спасибо. Ну, сейчас у вас есть возможность тоже высказать свои пожелания, поздравления, может быть, с победой своих соратников. Вот, пожалуйста. Я бы хотела пожелать всем детишкам, чтобы они в дальнейшем участвовали в конкурсах, развивали свою моторику рук, там что-то мастерили хотя бы. Вот. И еще я хочу сказать большое спасибо моим учителям, заучам, моим одноклассникам, они тоже за меня очень сильно болели, родителям. Особенно больше из родителей со мной занимался дедушка, бабушка, мама и папа. Спасибо им большое. Спасибо, Настя. Елена Николаевна. Я хочу всем ребятам пожелать творческих успехов, больших свершений, достижений, чтобы все у них в жизни получалось, чтобы они могли ставить цели, их, конечно же, добиваться. Ну и всем педагогам, чтобы у каждого, наверное, были такие талантливые, способные ученики, понимающие родители, чтобы наше образование было на высоте. Спасибо вам огромное. Вам тоже успехов. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, сейчас, дорогие друзья, перед тем, как знакомиться со следующими победителями этого конкурса, давайте послушаем музыку, посмотрим клип, немножко поднимем себе настроение и продолжим наш эфир. Внимание на экран. Олай болса, шағын музыкалық үзіліс, одан кейін әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Қайда уландым, қайда екенде қарауға салындым. Істеп сені мен талай, жаратылмай қалған бір арманым. Өмірдің мәні кетпес ойымнан, не істейсің енді сен, әлі мықты сенен деп айтсын мейлі, оған көнбеймін, не дейсің бәрібір берілмеймін. Тыңда мені сына. Жаңа ғана күн көрген боламын, жетемін нұрына қаландым. Естіледі ол қалай,
дауылпаздай шулаған арманы. Өмірдің мәні кетпес ойымнан. Не істейсің енді сен, әлі мықты сенен деп айтсын мейлі, оған көнбеймін. Не дейсің, бәрібір берілмеймін. Жетемін арманыма, маған қара, оңнан қара. Тұрамын әр алдыңда, әнді тыңда, мені сына. Әлі мықты сенен деп айтсын мейлі, оған көнбеймін. Не дейсің, бәрібір берілмеймін. Уважаемые телезрители, в эфире по-прежнему утренняя программа «Кокщенры». Мы продолжаем наш эфир. И сейчас у нас в гостях, прямо сейчас мы с ними уже побеседуем, еще ребята, которые также выиграли конкурс «Сердия». Давайте с ними поговорим, Жансая. Олар Дарын мектебінің оқушылары Жақсылық Амантай және Дариға Башарова 6-шы сынып оқушылары. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ме? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте жақсы. Енді осы байқау туралы айтып кетсеңіздер, әсерлеріңіз қандай? Осы байқаудан кейін көптеген күш алып алдына мақсат қойдық. Әрине осы жұмыстан кейін біз алдымызға көптеген мақсат қойдық, және де әлемдік тұрғыда халықаралық жағдайда өзіміздің еліміздің, яғни ұлтымыздың тарихын тағы да басқа ұлттарға танытып, оны тағы да тереңдеу зерттеу. Байқау зерде жобалық зерттеу жұмысы байқау деп отырмыз ғой. Қандай тақырыпта қорғадыңыздар, не жаздыңыздар? Жалпы біздің осы тақырыбымыз ерліктің, батырлықтың жаршысы Жапек Батыр. Ол 18-ші ғасырда өмір сүрген есімі белгісіз ардақты батыр. Жапек Батыр, иә? Неге осы Жапек Батыр таңдадыңдар? Себебі бұрында Ұлы Шоғырда 18-ші ғасырда есімі белгісіз болып келген, және де қазіргі заманда есімі белгісіз болмаған, және де қатты танылмаған батырлар Абылай ханның сенімді серігі болған Жапек батырларды, тағы да басқа батырларды елге қайта танытып, олардың есімін рухани жаңғыру бағдарламасында қайта таныту. Яғни көптеген батырлар тарихта есімдері аталмай қалып қойған, оны сендер жастарға түсіндіргілерің келеді, көрсеткілерің келеді, иә? Зерттеу жұмыстары барысында қандай қызықтар болды? Біз ең басында өлкетану мұражайына бардық. Ол жерде біз Абылай хан залына кіріп, ол жердегі сауыт саймандарымен таныстық. Абылай хан ескерткішіне бардық. Шоқан Уәлиханов атындағы колледжде, университетте болып, сол жерде тарих кафедрасының аға оқытушысы Ғалымтай Мәлікұлымен кездесіп сұхбаттастық. Ол кісі бізге көптеген мәлімет берді. Жапек Батырды өздерің қашан таныдыңдар? Осы биыл 2010 жылы 5-ші сыныпта таныдық. Кім таныстырды? Неге Жапек Батыр таңғалып отырмын? Басқа батырларды неге зерттемеді? Себебі Жапек Батыр өзіміздің жеріміздің несі, туғанымыз болғандықтан, және де жерлесіміз болып келеді. Және де Абылайдың сенімді серігі, ол танылмай қалса, бізде көптеген батырлар танылмайды. Осы Жапек Батырды таңдаған себебіміз
Жапек батыр ол басқа батырлар кішкене болсын танылса, ал Жапек батыр тарихта қатты жазылмаған, және де сол Жапек батырды қайттан тарихқа енгізу біздің мақсатымыз. Жақсы. Енді біз жаңағы зерттеу жұмысына оралайық. Қалай басталады? Кіріспесі, негізгі бөлімі? Біздің зерттеу жұмысымыздың мақсаты ол елбасымыз жариялаған болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының аясында есімі ел есінде көмескіленгендердің отан үшін, ел үшін сіңірген еңбектерін қайта жаңғырту мақсатында 18 ғасырда өмір сүрген Құдайберді атаға Жапек батырдың ерлік жолын зерттеу, тарихтағы орнын анықтау, оның өнегелі өмірін жас ұрпаққа үлгі болып табылады. Жапек батырды зерттеу жұмыстары барысында қандай қызықты оқиғалар орын алды, кім көмектесті, ата-аналар, мұғалім, ұстаздарды атап өте аласыңдар ма? Біздің осы ұстазымыз ол тарих пәнінің мұғалімі Алпысбаева Салтанат Амантайқызы. Және де бізге дарынды балаларға арналған мектеп болғандықтан бізге барлық жағдай жасалған, және де біздің директорымыз, басшымыз Дана Манатовна бізге көптеген жағдайларда көмектесті. Бізді облыстық кітапханаларға жіберіп, көптеген мәліметтер берді. Жанайдар Мусин атындағы колледждің директоры Нұртас Ахатұлы, және де айтып кеткеніндей тарих кафедрасының аға оқытушысы Ғалымтай Мәлікұлы да көмектесті. Қанша уақыт кетті бір жобаны жазуға? Бір жылдай. 2 жылдай кетті. 2 жыл, 1 жыл? Нет, 2 жылдай. Самим нравится этим заниматься? Интересно? Да. Очень даже интересно, потому что Жапек батыр это не самый известный батыр, и мы хотим развивать историю нашей Родины. А почему вот именно Жапек батыры выбрали? Себебі ол осы Абылайханның құрдасы болғандықтан, ол Абылайханның әскерінің қолбасшысы болған. Сол кейбір жекпе-жектерде Абылайханның әскерлері Шарыш деген батырмен жекпе-жекке шыған. Солардың бүкілісі де онымен шыққанда жиналмаған. Сол Жапек батыр Шарышпен жекпе-жекке шығып, осы Көкшетау жерінде оны жеңіс туын желбіреткен дейсің ғой. Сендер топтық жұмыс жасадыңдар, 2 адам бірлеспе? Айырмашылық қандай жеке жасаудың, бірге жасаудың артықшылықтары қандай? Топ болып. Жеке жасауда кішкене қиындықтар түседі, себебі барлық мәліметтер тек қана өзіне айтуға келеді, және де кей кездерде ұмытып қалу болады. Ал 2 топтықта жұмыста істегенде, ол жерде біз өзіміздің жұмысымызды ұмытпай, бір-бірімізді жалғастырып отырамыз. Бір сыныпта оқисыңдар, иә? Жапек батырға сыныптарында басқа оқушылардың қызығушылықтары болды ма? Сендерді ұстаз таңдады ма, әлде өздерің осы тақырыпты мұғалімге ұсындыңдар ма? Біз осы тақырыпты жазамыз деп. Ең бірінші әрине өзіміз ұсындық. Екеуің бірлесіп, иә? Идея қайдан келді? Идея бізге ең бірінші елбасымыз айтқандай, болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында біз осы кішкене өзіміздің үлесімізді қосқымыз келді, және де бұрындары есімі танылмай келген батырымызды қайта жаңғыртқымыз келді. Сондықтан осы көптеген ғаламтордан қарағанда осы Жапек батырды тауып, Жапек батырдан ғылыми жобаға алғымыз келді. Спасибо, ребят. Сейчас мы с вами еще поговорим, еще спросим вас о многом интересном, потому что нас интересует в теме вот именно вашего проекта. Сейчас давайте немножко прервемся, посмотрим нашу рубрику и продолжим разговаривать. Рубрика у нас посвящена поэзии. Поэзию любите? Да. Ну вот давайте немножко на поэтов посмотрим, послушаем замечательное стихотворение. Внимание на экран. Түнгі Көкшетау, арманым менің маздаған. Көркіңді көріп көңілім тасып мәз болам. Мен талай бұрын көрсем де сұлулығыңды, мен қалай өлең жазбаған. Түнгі Көкшетау, аспандай әсем қарашы. Түнгі Көкшетау мергеннің қашық қаласы, шам жарығы менен жалғанып жатқан сияқты аспан мен жердің арасы. Түнгі Көкшетау, самалың тарап кекілді. Түнгі Көкшетау салқының сүйсін бетімді, көшелеріңе жұлдыздар жауып түнімен сөне алмай жатқан секілді. Түнгі Көкшетау, әрбір сәулеңе гүленсін, қадірін оның көзіңмен көрсең білерсің. Бұрымды қызбен бұқпаның шығып басына, таң атпас екен деп білерсің.
Просто, дорогие друзья, стихотворение мы послушали, но у нас в студии тоже есть ребята, которые хотят прочитать свои стихотворения. Я біздің жаңағы айдарымызға сәйкес өлең тыңдадық, поэзия әлемінен хабарлары бар біздің оқушыларымыз өлең оқып бергісі келіп отыр екен. Олай болса, бүгінгі бағдарламаның қонақ кәдесі болсын. Өлең тыңдайық. Бұл Жапек Батырға арнаған өзіміздің шығарған өлеңіміз. Кімнің авторы кім? Мен. Это собственное сочинение стихотворения. Ну. Елді жаудан қорғаған, болашағын ойлаған, батырымыз бар біздің, туған жерін ойлаған, Абылайдың серігі, ел үмітін ақтаған, жауына елін бермеген, тәуелсіздікті қалаған, Жапек Батыр еді ғой, атығайдан тараған. Жапек Батыр бабамыз. Батырлықтың жарысы Жапек Батыр еді ғой. Замечательно. Ну, то, что сами сочинили, вообще здорово, отлично. Ребята, молодцы. Не только наукой занимаетесь, но и творчеством. Вообще шикарно. Жақсылық, үйдегілердің ата-аналарының тарапынан қандай қолдаулар болды? Менің, мысалы, ата-аналарым, оларға осы Жапек Батырды жазатынымды айтқанда, олар маған айтқан, сен осы Көкшетаудың патриоты болсан, ертең еліңді патриоты бола аласың. Иә. Тақырып қызықты ма сендерге, ұнай ма? Иә, өте қатты ұнайды. Және де осы тақырып, Жапек Батыр тақырыбы бізді ғана қызықтырмады. Қазақстан тарих сабағында біз өзіміздің сыныбымызға, мектебімізге жұмысымызды таныстырдық. Сол кезде көптеген балалар осы Жапек Батыр жайлы қызығып, ғаламторда ізденіп, кітапты да оқыды көптеген. Зерде жобалық зерттеу байқауы, иә? Қанша жыл қатыстыңдар? Бірінші жыл? Бұл зердеге қатысқан бірінші жыл, бірақ өзіміздің бастауыш сыныптарда, 4-ші сыныптарда, 1-4-ші сынып аралығында өзіміздің де ғылыми жобаларымыз болды. Қандай жобалар? Қандай тақырып? Мен бірақ осы жылы Қазақстан тарихынан жазсам, ол жылдары мен биология пәнінен жаздым. Қандай тақырып? Пияздың адам өміріне пайдасы. Неге ол тақырып? Себебі пияздың адам өміріне көптеген пайдасы бар, және де сол пияз бізге көп пайдалы дәрумендер бергендіктен сол пиязды қайтадан сол пияз жайлы айтқым келді. Жақсы, рахмет. Біз тақырыпқа оралайық. Зерде зерттеу байқауынан алған әсерлерің қандай? Қандай достар таптыңдар? 3 күн бойы сендер Бурабайда болдыңдар. Әсерлерің? Біз осы Бурабайда экскурсияға барғанбыз. Сол, мысалы, Ақмоладан, Степногорсктан, Алматыдан, Астанадан көптеген балалар келді. Солардың ішіндегі балалар өте көңілді және шапшаң болған. Бұл республикалық байқау, иә? Республикалық байқаудың бірінші орын жүлдегерлері атанып отырсыңдар, иә? Мектеп қалай қабылдады? Байқаумен жеңіспен оралғанда? Мектеп өте қатты қуанды. Біздің сынып қана емес, бүкіл мектеп болып, бізді жақсы қарсы алып, бізге көптеген шығарып салғанда да бізді қуанышпен қайтыңдар деген ойдан бізді жақсы ең бастысы жеңіс емес қатысу деген оймен бізді шығарып салды. Болашақ жоспарларың қандай? Болашақ тұрғыда біз айтып кеткендей халықаралық ғылыми жобаларда өзіміздің ұлтымыздың тарихын елге қайта танытып, сол басқа халықтар да біздің батырларымызды білуін қалаймыз, және де өзіміздің де жастарымыз білсе, біз де қатты қуанышты боламыз. Жақсылық, болашақ жоспарың қандай? Менің жалпы болашақ жоспарым ал дәрігер болу. Дәрігер болу, иә? Неге дәрігер мамандық? Мен осы қазір сен тарихи зерттеу жұмыстарында жүрсің. Ал болашақта дәрігер болам деп отырсың. Екеуі екі түрлі бағыт. Өзіңді елестете аласың дәрігер болам деп шынымен? Иә. Рахмет. Ал Дариға кім болғың келеді? Мен қатты шешкен жоқпын, бірақ мұғалім болуға тырысамын. Неге мұғалім? Себебі мұғалім осы Қазақстанның тірегі, барлық қазір мұғалім Қазақстанның тірегі? Қазір бала жастар, бірақ сол жастарды оқытып шыққан мұғалімдер болғандықтан мұғалімдерге ең бірінші алғыс айтуымыз керек, себебі мұғалімдер осы жастардың түп тамыры десек те болады. Керемет. Жаңағы Жапек Батыр туралы қандай қызықты ақпараттар білдіңдер? Неше жасқа дейін өмір сүрген ол батыр? Қандай шайқастарға қатысқан? Сендер барлығын зерттедіңдер ғой, шығу тарихын, өмірін?
оның осы Жапек батырдың әлде тек қана шайқастар туралы зерттедіңдер? Жоқ, түгелімен барлық өмірін. Ал айтып өтіңдер. Ол Жапек батырдың барлық өмірі осы соғыс шайқастарда жүрген. Ол Абылай ханмен құрдас 1711 жылы дүниеге келген. Және де Құдайбердінің әкесі, яғни оның атасы Есім хан заманында өмір сүрген Қалқас батыр сыр бойында дүниеге келді. Ал осы Құдайбердінің дүниеге келу жайлы олардың әулеттерінде Едіге Маңғыттың дүниеге келу жайлы да бірдей аңыз сақталған. Ал Жапек батыр неше жыл өмір сүрген екен? Ол 1711 жылы туып, 1770 жылы 77 жыл. Шамамен осылай ғалымдар зерттеу бойынша солай 1711 жылы дүниеге келіп, 1777 жылы дүниеден кеткен жайлы айтылған. Қандай кітап оқыдыңдар жазу барысында? Биыл осы Жапек батырға арналған кітап шыққан. Оны оған ат салысқан тектор ұрпағы ол Ахат Нұртас Ахатұлы. Көбінесе ақпаратты сол кітаптан алдыңдар. Және де Батыр Баян поэмасында жазылған, Абоевтың Абылай хан замандастары және ұрпақтарында, Төлеген Қажыбаевтың Жапек батыр шығармасында, Иран Ғайыптың Жапек батыр шығармасында жазылған. То есть вы много читаете на эту тему, да? Да. Ну, это неплохо, нужно узнавать то, чем занимаешься, и, я думаю, это способствует, да, вашим научным трудам впоследствии. Да. Ну что ж, давайте, ребят, еще немножко прервемся, посмотрим на спортсменов нашего региона, которые добились определенных высот. Вы вот добиваетесь на научном поприще, а есть люди, которые на спортивном. И то очень важно, поэтому давайте уделим им буквально несколько минут и продолжим разговаривать. Внимание на экран. Карате, жапон тілінен аударғанда, қарусыз жекпе-жек деп аталатын бұл спорт түрі 15 ғасырда Жапонияның Окинава аралдарында пайда болған. Сол 15 ғасырда пайда болған бұл спорт түрі қазіргі уақытта төрткүл дүниенің спортшыларын өзіне қаратуда. Ақмола облысының жас өрендері де түрлі деңгейдегі жарыстарда топ жарып жүр. Карате қарусыз қорғанудың бір түрі, яғни аяқ және қолмен қарсылас денесінің осал тұсына соққы беруге негізделген. Бұл жекпе-жек өнерінде адамның дене дайындығы, күш, шапшаңдық, шыдамдылық, ептілігі ғана сынға түспейді. Сонымен қатар жақсы жетілген әдіс тәсіл, айла, спортшының бойындағы рух мықтылығы да сыналады. Карате спорты Қазақстанда соңғы жылдары қарыштап дамып келе жатқан спорт түрлерінің бірі. Республикалық, халықаралық дәрежедегі додаларда топ жарып жүрген спортшыларымыз бұған дәлел бола алады. Каратеден Қазақстан Республикасының чемпионатына облыстық іріктеу кезеңі өтті. Сайыста өңірдің 4 ауданынан келген 170-ге жуық қатысушы бақ сынады. Біздің спортшымыз Алматы қаласында өткен жаттығуға Қазақстан Республикасының құрамасына кіріп, жаттығуға барды. Содан кейін жалпы осы көрініс бойынша біздің Ақмола облысының чемпионатын өткізіп жатырмыз. 6-7 жастан бастап жоғары қарай. Ең бірінші мақсатымыз ол біздің облыстың құрама командасын іріктеу. Бұйырса 21-25 ақпан күндері Ақтау қаласында Қазақстан Республикасының чемпионаты болады. Соған осы балаларды іріктеп алып, соған апару мақсатымыз. Жекпе-жек додасына 6 және одан жоғары жастағы жас өспірімдер қатысты. Спортшылар 2 күн бойы каратенің ката және кумите түрлері бойынша күш сынасты. Карате спортымен 2,5 жыл айналысам. Бүгінгі іріктеу кезеңінде жеңімпаз атанып республикада облыс атағын асқақтатсам деген арманым бар. Облыстық сайыстың жеңімпаздары Ақтау қаласында ақпан айының 21-25 аралығында өтетін Қазақстан Республикасының чемпионатында Ақмола өңірінің намысын қорғайтын болады. Дорогие друзья, мы продолжаем беседовать в эфире утренней программы «Көкше нұры» с нашими победителями научного конкурса «Зерде». Люция? «Зерде» байқауына енді халықаралық деңгейде өтеді, бұйырса. Қашан өтеді, қай қалада? Хабарларың бар ма ол туралы? Байқауларда өтетін белгілі, бірақ шамамен қай күні өтетіні халықаралық деңгейде, енді. Республикалық деңгейдің жеңімпаздары сол байқауға қатыса алады, Жаңа ғана біз спортты қайдар тамашаладық. Қандай спорт түрлерімен айналысасыңдар? Қандай спорт түрлері ұнайды жалпы? Маған мысалы жүзу мен шаңғы тебу. Өзің айналысасың ба? Иә. Маған коньки тебумен осы футбол көруді және де сол қарауды ұнатамын. Рахмет. Сендерге шығармашылық табыстар тілейміз. Осы алдағы байқауда жеңімпаз атаныңдар, мектептің абыройын асқақтата беріңдер. Шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Дәл қазір осы біздің бағдарламаны пайдаланып, ұстаздарыңа, ата-аналарыңа, достарыңа, сыныптастарыңа ізгі тілектерің болса, мархабат. Да, мы желаем вам успехов во всех ваших начинаниях.
ең бірінші бізге көмектескен ұстазыма, ата-анама және де достарыма көп алғыс айтамын. Олар бізге көп көмектесті. Моральдық тұрғыда да және рухани тұрғыда да бізге көп көмектескен анама, әкеме және достарыма көп алғыс айтамын. Жақсылық не айтасың? Мен осы үлкен құрметті осы сынып жетекшісіне айтамын. Ол осы біздің Жапек Батырға көптеген мағлұматтарды өзі іздеп бізге беріп отыр. Атап кетсең сынып жетекшіңді? Ол Алпысбаева Салтанат Амантайқызы. Рахмет. Спасибо, ребят, мы вам тоже желаем успехов во всех ваших начинаниях. Продолжайте в том же духе, выигрывайте и в дальнейшем конкурсы, и радуйте своих родителей, научных руководителей, да и всех нас. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, погода нас в последнее время совсем не радует. Давай. Ну что ж, дорогие друзья, погода нас в последнее время совсем не радует. Прям разбушевалась. Крещенские морозы запоздали и пришли только сейчас. Зато пришли с удвоенной силой. А когда они пройдут и станет чуточку теплее, мы узнаем прямо сейчас из нашей рубрики «Прогноз погоды». Внимание на экран. Қымбатты телекөрермендер, ақпан айының ақбораны басталып барлығымызды дүр сілкінтіліп жатқандығы барлықтарыңызға белгілі. Бүгінгі күннің ауа райы болжамы қандай болады екен? Экранға зер салыңыз. Қымбатты телекөрермендер, осымен бүгінгі бағдарламамыздың кезекті шығарылымын аяқтаймыз. Арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын десеңіз, Көкше телеарнасы қосулы болсын. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Да, дорогие друзья, на этом наш эфир подошел к концу. Всего вам самого хорошего, светлого и доброго в жизни, и в частности сегодня. Успехов! Увидимся в эфире. Еркенің жолықпа қайғы мұңға, болайын ертеңің жығылмас желкенің махаббат айдынында. Мен үшін теңізсің, жүректің сен үшін сүйгендіктен жыр еттім. Бағасың, әнісің, ақ тілектің бәрі үшін
өзіңді әнетемін бірші айға тұмпақ көркемім еркексің еркенің жолықпа қайға мұңға болайын ертеңің жығылмас желкенің махаббат айдынына тұмпақ көркемім еркексің еркенің жолықпа қайға мұңға болайын ертеңің жығылмас желкенің махаббат айдынына жоқ 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 жеген адал сезімнің түп 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 нұрын жаныма көзіңнің жоқ 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 түп 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 жоқ 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 жеген адал сезімнің түп 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 нұрын жаныма көзіңнің жоқ 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 түп түп түп